Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді тамақ, тез дайын болатын тағамды жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды және тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Міндетті түрде тіркеліңіздер. Енді бізге осындай жаңа піскен картошкалар керек болады. Қазір свежий картошкалар бізде шығып жатыр. Міне дәл осындай картошка алып, жуып, оны үстіне тұз сеуіп, духовкаға 40 минутқа қоямыз. Олға дайын болғанша біз подливамызды дайындап алатын боламыз. Дәл осылай жуамызды қуырамыз бірінші табамызға, және де оған дәл осындай фаршымызды салып қуыратын боламыз. Бірақ менікі кішкене жирнылы болды. Желательно майсыз болған дұрыс достар. Және оған чесногымызды, паприкамызды, қара бұрышымызды және тұзымызды салып араластырамыз. Мінекей әдемі болып жатыр түрі. Енді осының үстіне перецімізді дәл осылай кубиктап турап алып араластыратын боламыз. Және оған бір қасық томат салып, тағы да араластырамыз. Өздеріңіз татымын қарайсыздар. Тұзы аз болса, және де тұз қоссаңыздар болады. Енді картошкамыз дайын болды. Мінекей ортасын дәл осылай бөліп, вилкамен езетін боламыз. Және де достар, осыған тұз себуді ұмытпаңыздар. Өйткені кішкене тұзы аздау болып қалады. Дәл осылай ортасынан бөліп, вилкамен езіп, кішкене езіңкіреп аламыз. Және ортасына кішкене ғана сармай салатын боламыз. Дәл осы сармай ергеннен кейін, қараңыздар міне, барлығын бөліп езіп алатын боламыз. Өте керемет тағам болады. Ерінбей жасаңыздар достар. Міне менде барлығы салынды. Жаңа подливамызды бір қасықтан толтырып салып шығамыз. Және бетіне моцарелла сырын салып, менде моцарелла болған жоқ, кәдімгі Алиса деген сыр болды натуральный, сонымды салып, мен духовкаға 10 минутқа қойып алдым. Қараңыздар достар, өте әдемі болып шықты. Кішкене жирный сыр салғаннан кейін майлы болды. Сіздер моцарелла сырын салыңыздар, өте керемет шығады.